Ертеде дана қариялардың бірі 4 баласына өмір сабағын үйретіп, асығыс шешім қабылдамауға тәрбиелемек болыпты. Осы мақсатта оларды елден жырақта орналасқан алып тарақты көріп қайтуға біртіндеп жіберген көрінеді. 4 жылдың 4 мезгілінде барады. Қыста барған алғашқысы әлгі ағашты көріксіз әрі қорап кеткен екен деп сипаттапты. Көктемде барған екіншісі жоқ, ол ағаш жасыл желек жамылған, әдемі дарақ депті. Ағашты жазда көрген үшінші бауырлары екеуінің сөзіне таңданып, оның бетін гүл жапқан, аңқыған керемет жұпар иістеді ғой дейді. 4-ші кенже ұл, сендер сонда ондағы самсап тұрған, уылжыған тәтті жемістерін көрмедіңдер ме дейді. 4-інің сөзін түгел тыңдап болған көпті көрген көнегөз әкелері, сендердің әрқайсыңның айтқандарын шындық. Бірақ өз көргендерің дарақтың дәл бағасын беруге жеткіліксіз. Өйткені дарақ әр мезгілде әр түрлі сипатқа еніп отырады. Ал сендердің көргендерің 4 мезгілдің бір ғана. Міне, көрдіңдер ме? Дәл осы секілді әр адамды бір сипатына қарап, не бір жағдайда көрсеткен мінезіне қарап бағамдап, түсінік қалыптастыруға асықпау керек. Асығыс шешім оңдырмай опық жегізіп, көп жақсылықтан махрұм қалдыруы мүмкін деген екен.